Абай атамыздың тілімен айтқанда, төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым, шыңға шыдап қоса алмассың ынтымағын. Жұрттың аузын күзетсең күн көрмессің, өзіңді өзің күзет кел шырағым дейді. Енді жұрттың аузын күзете берсеңіз, кім не демейді, ит не жемейді дегендей, ол жерде айтылып жатқан сөз көп қой қазір қоғамда. Мен өз басым бұндай сөздерге көп мән бермеймін. Өйткені араб құл деген терминді мен қанша кітаптар оқыдық, қанша ұстаздардың алдында отырдық, бір байқамаппын мен. Ондай термин жоқ жалпы. Алланың құлы деген термин бар шығар. Дүниенің құлы деген термин бар шығар. Бірақ арабтың құлы деген ондай термин жоқ. Неге дейсіз ба? Енді былай айтуы мүмкін ғой. Құран арабша, пайғамбар арабтан шықты. Діннің жалпы классикасы бұл араб тілімен байланысты ғой. Соған кішкене сілтеме жасап айтып жүрген шығар деймін. Бірақ мен бұған жауап бере салайын бірден. Алла тағаланың өзі де рас, сөзі де рас дейді ғой. Рас сөз ешқашан да жалған болмас. Енді бұл отырысымызда Алланың сөзін айтпасақ тағы да болмайды. Берекесін кіргізетін Алланың сөзі ғой негізі. Сонда Алла тағала айтады ғой: «Я юханнас» дейді. Ей адамдар, «Инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва қабайла литаарафу» дейді. Ей адамдар дейді, ей мұсылмандар, ей мүміндер демейді, бүкіл адамды қозғап отыр Алла тағала. Сендерді бір атадан және де бір анадан жаратпадық па дейді. Сендерді ұлттарға, ұлыстарға, тайпаларға бөліп тастамадық па дейді. Не үшін бөліп тастадың деген кезде, сендер бір-бірлерімен араласып, құраласып, мәз-майрам болып сыйласып өмір сүрулерің үшін дейді. Алла тағала айтып жатқан жоқ арабтың діні бұл деп. Алла тағала айтып отыр бүкіл адамзатқа деп отыр. Бүкіл адамзаттың игілігіне беріліп отыр бұл дін. Ал бұл дінді ұстанатын адамдарды араб құл деп айтуға мүлдем ұят болады. Олай болмайды. Ал енді жаңағыдай ғой, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз дедік қой. Ақылға салу керек. Ал енді жаңағы Мұқағали атамыздың да сөзінде айтып отыр ғой: Алланың құлымын мен, мұсылманмын дейді. Бойымда түйірі жоқ қой арам қанның дейді. Ақиқаттың аңсаймын ағарманын дейді. Енді бұл құл деген кезде Алла тағалаға құл болу өте үлкен бір мәртебе негізі. Аллаға құл болу бұл арабқа құл болу емес. Оны да ажыратып алу керек. Аллаға құл болу деген бұл үлкен мәртебе. Оны бір бауырымыздың Сырма Өзхан деген бауырымыздың бір жақсы өлеңін оқып қалдым ғой. Сол жерде айтады ғой: Құдайға құл бол десем, білсеш бағасын дейді. Мен оны көрмегем деп бұлданасың дейді. Көрмей тұрған Құдайға бүгін құл болмасаң, көрінгеннің алдында құл боласың дейді. Ақшаның алдында құл боласың, нәпсіңнің құлы боласың, ұйқының құлы боласың, әйелдің құлы боласың. Тек қана Алланың құлы болмайсың да. Бірақ Алланың құлы болу деген мәртебе. Мен өз басым Алла тағаланың алдында осы ғибадатымды, құлшылығымды жасап жүргеніме қуанамды. Ақылды адамға ғибадат парыз дейді. Ақылды адамға иман парыз дейді. Ал иманды адамға құлшылық парыз дейді. Енді сонда сіз Абай атамызға сен құл болдың, Аллаға құл болдың, енді сен араб құл болдың деп айта аласыз ба? Әлбетте айта алмайсыз. Сондықтан да бұл терминнің өзі қате термин, және де бір нәрсені айта кету керек осы жерде. Бұл деген, егер мұсылмандарға Аллам, Құдайым Алла, пайғамбарым Мұхаммед, дінім ислам деп жүрген аға, бауыр, апа қарындастарымызға қарата айтылып тұрған сөз болса егер, араб құл деген, онда біз айтайық, сіздер адамның ар намысына қол сұғып жатсыздар. Адамның ар намысына қол сұғу деген бұл үлкен айып, үлкен күнә, адамгершіліктің өте төмен деңгейі, мәдениетсіздіктің үлкен белгісі.